Жақында Ресейдің ішкі істер министрлігі мигранттардың статистикалық есебін жариялап, алғашқы ондықтың ішінде Қазақстанды да көрсеткен болатын. Қазақстаннан барған мигранттардың санын 500 миллионнан асырып атаған. Неге KZ ақпараттық сараптамалық порталы бұл мәліметке қатты алаңдап, жан-жаққа сұрау салған? Алдымен Қазақстан Республикасы ішкі істер министрлігінің көші-қон қызметі комитетінен анықтауға тырысқан. Алайда ондағылар ресми сауал жолдану қажет екенін айтқан. Ал сауалды ресми түрде жолдағанымен көші-қон қызметі комитеті сыртқы істер министрлігіне сілтеген екен. Порталдың редакциясына жауап ақыры Қазақстанның Ресейдегі төтенше және өкілетті елшісі Дәурен Абаевтан келіпті. Кеш жарық ағайын, бұл неге олай бағдарламасы? Алдымен Ресей ішкі істер министрлігінің таратқан мәліметтеріне тоқталсақ. Портал өзінің қыркүйектегі материалында былай деген: биылғы жылдың 1-ші қыркүйегіндегі дерек бойынша Ресейде Орталық Азия елдерінің 4 миллионға жуық азаматы жүрген көрінеді. Жуырда Ресейдің ішкі істер министрлігі осылай деп хабарлады. Министрліктің дерегіне сенсек, Өзбекстанның 1.792.000-нан астам азаматы Ресейде нан тұзын айырып жүр. Одан кейінгі орында Тәжікстан тұр. 1.231.000-нан астам адам. Бұлардың да шекесі қызып жүрмегені белгілі. Бір қызығы, осы тізімде 3-ші орында Қазақстан тұр екен. Ресей құзырлы органның дерегінше 606.900 қазақстандық Ресейде жүр. Одан кейін 262.800 адам жүрген Қырғызстан мен 92.000 адам жүрген Түркменстан бар. Қазір біздің елімізде 6.174.000 шетел азаматы жүр. Алғашқы ондықтағы елдер тізімінде Өзбекстан, Тәжікстан, Қырғызстан, Беларусь, Украина, Армения, Әзербайжан, Қазақстан, Қытай және Түркменстан бар депті Ресей ішкі істер министрлігі көші-қон саясатына жауапты шендісі генерал-полковник Александр Горовой. Қазақстанның 606.900 азаматы Ресейде жүр деген мәлімет бізді алаңдатып қойды. Егер бұл мәлімет рас болса, 500 миллионнан астам қазақстандық Ресейде не істеп жүр? Заңды жүрме, әлде заңсыз жүрме? Жалданбалы жұмысшы болып жүрме, әлде? Енді Қазақстан елшісі Дәурен Абаевтың жауабы туралы материал порталда 24 қазанда жарияланды. Елшінің жауабы мына төмендегіше екен: Қазақстан Республикасының Ресей Федерациясындағы елшілігі сіздің өтінішіңізді қарастырып келесіні хабарлайды. Біріншісі, Ресей Федерациясының сыртқы істер министрлігінің статистикалық ақпаратына сәйкес 2024 жылдың 1-ші тоқсаны бойынша Ресей Федерациясында 260.424 Қазақстан Республикасының азаматы тіркелген. Соның ішінде 178.057-сі есепті кезеңнің соңында көші-қон есебінде тұрған, 18.050-і есепті кезеңнің соңында уақытша тұруға жарамды рұқсаттары бар, 64.317 есепті кезеңнің соңында жарамды тұруға ықтияр хаттары бар. Екінші, Ресей Федерациясындағы Қазақстан Республикасы азаматтарының саны болу елінің ресми ақпаратына сәйкес жоғарыда көрсетілді. Үшіншісі, Қазақстан Республикасы азаматтары Ресей Федерациясына негізінен Ресей Федерациясы жоғары оқу орындарында оқу, еңбек қызметін жүзеге асыру, тұрақты тұруға шығу, іскерлік және туристік мақсаттар бойынша келеді. Төртінші, Ресей Федерациясының сыртқы істер министрлігінің статистикалық ақпаратына сәйкес 2023 жылдың 4-ші тоқсаны бойынша Ресей Федерациясында 241.148 Қазақстан Республикасының азаматы тіркелген. Соның ішінде 163.433-і есепті кезеңнің соңында көші-қон есебінде тұрған, 20.741-і есепті кезеңнің соңында уақытша тұруға жарамды рұқсаттары бар, 56.974-і есепті кезеңнің соңына жарамды тұруға ықтияр хаттары бар. Қазақстан Республикасының шекарасын кесіп елге қайтқан Қазақстан Республикасының азаматтары туралы ақпарат алу үшін Қазақстан Республикасы ұлттық қауіпсіздік комитеті шекара қызметіне сұрау салу жөн деп санаймыз.
Елшіліктің берген дерегінше, биылғы жылдың 1-тоқсаны бойынша Ресейде заңды жүрген қазақстандықтардың нақты саны 260.424 адам. Сонда қалған 350 мыңға жуық қазақстандық Ресейде заңсыз жүрме. 2 күн бұрын ғана алматылық Эльмира Жаңабаева 19 жастағы ұлы Тұран Устюговтың Ресей түрмесіне түскенін айтып дабыл қақты. Ана ретінде өмірімдегі ең қиын сәтте сіздерден көмек сұраймын. Менің ұлым 19 жастағы Тұран Устюгов қиын жағдайға тап болды. Тұран жақсылыққа ұмтылған қайырымды бала, садақ атумен айналысады, қаржы нарығын оқыған, мүгедек інісі Артурға көмектеседі. Бірақ оны қазір Симферопольде қамауда ұстап жатыр. Ресейдің федералдық қауіпсіздік қызметі, яғни ФСБ, аса ауыр қылмыс жасады деп айыптады. Ол қылмыс жасаған жоқ деп жазды Жаңабаева. Анасының жазуынша 19 жастағы ұлы Тұран Украина үшін соғысуға кетіп бара жатқанда оны Ресейдің арнайы қызметі ұстаған. Ресейде заңсыз жүрген 370 мыңға жуық қазақстандықтың тағдырынан біздің арнайы органдар хабардар ма? Олар немен айналысып жүр? Тұран сияқты қайсы бір тарап үшін соғысқысы келетіндер, соғысып жүргендер бар ма? Бұл сұрақтардың басы әлі ашық. Әрине, порталдың көтеріп отырғаны өте өзекті мәселе. Құзырлы органдарымыз шетелдерде заңды да, заңсыз да жүрген әрбір азаматымыздың аяқ алысы мен тағдырынан толық хабардар болып отыру қажет деген ойдамыз. Қажет жағдайда арашылау, елге қайтару сынды шаралар жасалып жатса қанеки? Арнайы сіздер үшін неге олай бағдарламасы? Құрметті көрермен, YouTube арнамызға жазылып, осы мәселе жайлы пікір қалдыра отырыңыздар.